Иә, бұл бұрынғы Токио. Ал қазір Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге YouTube арнасы. Біз біраз уақыт өзімізге үзіліс жасап, сіздерді қайтадан жаңа контентпен қуантуға келдік. Сондықтан каналға тіркеліп отырыңыздар, ал біз бастаймыз. Токио, Жапонияның бүгінгі астанасы. Әрқашан елдің бас қаласы болған жоқ. Ұзақ уақыт бойы Эдо, Токионың бұрынғы атауы. Провинциялық балықшылар ауылы болды, бірақ 1603 жылы Токугава шогунатының әскери үкіметі құрылды және Токугава Иэс өзінің астанасы ретінде Эдо қаласын таңдады. Сигунат билігі 1868 жылға дейін созылды және Эдо кезең ретінде есе қалды. Қаланың ыңғайлы орналасуы елдің басқа бөліктерінен келген иммигранттар санының өсуіне ықпал етті және 18 ғасырда Эдо әлемдегі ең үлкен қала болды. Мэйдзи қалпына келтіруден кейін 1868 жылы билік Киотодан Эдоға көшіп, бұрын Токугава сегунына тиесілі қамалда резиденция құрған императордың қолына өтті. 1868 жылы Эдо жаңа атау алды, Токио. Ол шығыс астанасы деген сөзі білдіреді. Елдің оқшаулану дәуірінде жапондар оның шекарасына шыға алмай, шетелдіктердің кіруіне тыйым салған кезде 1637-1668 жылдары болған. Эдо ұлттық мәдениет орталығы болды. Ал Эдода шекаралар ашылғаннан кейін жедел жаңғырту процесі басталды. Дәл осы жерде Жапониядағы алғашқы темір жолдар, тас үйлер, зауыттар, трамвайлар және телефондар пайда болды. Газ, электр жарығы берілді. Токио, Жапонияның астанасы, Хонсю аралының оңтүстік-шығыс бөлігінде орналасқан. Халық саны 12,5 миллион адам. Токио, Нью-Йорк және Лондонмен қатар әлемнің қаржылы орталықтарының бірі. Сонымен бірге Токио әлемдегі ең экономикалық дамыған агломерация. 2009 жылы Форч Global 500 тізіміндегі 51 компаниямыз Токиода орналасқан. Токиода танымал жерлер өте көп. Солардың бірі Цукидзи базары. Бұл жай базар емес, бұл теңіз өнімдері мен балықтардың бірнеше таңдауы бар үлкен тағам алаңы. Цукидзидегі басты ойын-сауық тунец аукционы. Аукцион тегін, бірақ туристерге арналған орындар саны шектеулі. Таңертең 4:30-дан кешікпей кезекке тұру керек. Аукционнан кейін базар аралап теңіз жануарларын қарай аласыз. Базарда теңіз өнімдерінің 400-ден астам түрі бар. Олар кішіре сардиналардан бастап 300 келі тунецке дейін, арзан теңіз балдырларынан қымбат балық уылдырығына дейін, шамамен 700 мың метрикалық тонна теңіз өнімдері Токиодан 3 балық базарының дөңгешегінде арқылы өтеді. Бұл ақшалай баламасы 600 миллиард теңге, шамамен 5,5 миллиард ақш доллары жетеді. Тікелей Цукидзи базары арқылы күніне 2000 метрикалық тоннадан астам теңіз өнімдері өтеді. Тікелген жұмысшылар саны 60-65 мыңға дейін. Көтерме саудагерлер, бухгалтер, аукционшылар, компания өкілдері және дистрибьюторлар кіреді. Және Токиода ең үлкен жаяу жүргіншілер жолы бар. Ол жерде 180 секундта 2500 адам өтеді. Токиодағы әйгілі Шибуя қиылысы ел астанасы шығатын күннің туристік тартымдарымен себеп болды. Қарбалас уақытта бірнеше мың адам осы керемет жерге небәрі 5 минутта жиналады. Видеода 2500 адам бірнеше зебраны небәрі 100 секундта қалай кесіп өткені түсірілген. Фудзитоа таудың тарихи маңызы бар, өйткені Жапонияның ең биік шыңы болғандықтан ол ежелден ғибадат ету нысаны болған. Фудзи 2013 жылы ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мәдени мұрасы ретінде тіркелді және Жапонияға келетін туристер арасында өте танымал. Жапониядағы биіктігі 3776 метр болатын жанартау шыңға жақын орналасқан табиғатқа керемет ұқыпты пішінмен ерекшеленеді. Фудзиді жапондықтар қасиетті тау ретінде құрметтейді және оның керемет көріністері әрдайым суретшілер мен тұрғындарды қызықтырады. Бұл оның Жапонияның сөзсіз танымал символдарының біріне айналдырады. Метро. Токиодағы метро 1927 жылы жапондық кәсіпкер Хаякава Нарицугу Еуропадағы сапарынан оралғаннан кейін пайда болды. Ол жерде көрген жерасты темір жолын шабыт алды. Қысқа мерзімде ол қажетті капиталды жинап, Азиядағы алғашқы метро желісін салды. Бүгінгі таңда Токио метрополитені жылына тасымалданатын жолаушылар саны бойынша әлемдегі бірінші орында тұр. 3,1 миллиард адам, күніне 8,5 миллион және 304,5 километр жолдар жүріледі және 290 станция өтіледі. Айтпақшы, жақында Токио метросы жылдық жолаушылар ағыны бойынша Мәскеуден төмен болды. Тұрғындардың көпшілігі мәртебесіне қарамастан метроны дұрыс деп санайды. Токиодағы метро өте таза, жайлы және қауіпсіз. Барлық дерлік компаниялар өз қызметкерлеріне үйден жұмысқа дейін жол жүру билетін төлейді. Токио метросының кемшілігінің бірі, сіз барған жолмен қайта орала алмайсыз, керек станцияға бару керек болды. Ал Мәскеудегі метролармен қалай барсаңыз солай қайта аласыз. 2004 жылдан бастап навигацияның қарапайымдылығы үшін станциялар нөмірлене басталды. Сондықтан егер жапон атаулар қиын болса, онда сіз G3 станциясынан М8 станциясына жету керек екенін есте сақтасаңыз болғаны.